Остеоартроз ұқсас биологиялық, морфологиялық, клиникалық көріністері бар әртүрлі этиологиядағы және негізінде буындардың барлық компоненттерінің бірінші кезекте шеміршектің, субхондральды сүйектің, синовиялық қабықтың, байламдардың, капсулалардың, буын маңындағы бұлшықеттің зақымдалуы жататын аурудың гетерогенді тобы. Тізе буынының артрозы тірек қимыл аппаратының ең көп таралған ауруларының бірі және өкінішке орай еңбекке қабілеттілікті төмендететін және кейде мүгедектікке алып келетін ауру. Артрозда шеміршектер зақымдалып, қайтымсыз процеске айналып, осыған байланысты буын дұрыс жұмыс істемейді және ауырсыну пайда болады. Ресми түрде ауру деформациялаушы остеоартроз деп аталады, яғни тағы бір атауы гонартроз, ежелгі грек тілінен аударғанда гони, тізе. Тізе буындары бұл адам ағзасындағы ең үлкен буындар қатарына жатады және олар көбінесе остеоартрозбен зардап шегеді. Сирек жағдайда жамбас сан буыны мен тізе тобық буындарын зақымдайды. Гонартроз қалай пайда болады? Әдетте сау шеміршек серпінді және тегіс болып келеді. Ол сүйектің қозғалатын жерлерін толығымен жауып, олардың сырғып қозғалуына және сүйек пен сүйектің бір-біріне қажалмауына мүмкіндік береді. Шеміршек сонымен қатар сүйектердің жүру немесе жаттығу кезінде алатын жүктемені жеңілдетеді. Шеміршек бұзылған кезде бұл серпінді тіннің жоғарғы қабаты жұқара бастайды. Шеміршек бөлініп жыртылады. Осылайша буын өзінің негізгі амортизаторлық және тіректік қызметін жоғалтады. Сүйектер бір-біріне үйкеле бастайды. Буын ісінеді, біртіндеп қалыпты көрінісін жоғалтады, ауырсыну пайда болады. Гонартроздың себептері және қауіп факторлары. Деформациялаушы остеоартроз артық салмағы бар егде жастағы әйелдерде жиі кездеседі. Бірақ бұл жас және физикалық белсенді адамдар бұл патологиямен зардап шекпейді дегенді білдірмейді. Кейде аурудың дамуы ауыр физикалық еңбекпен айналысатын немесе жаттығу залында шамадан тыс ауыр жүктемеден кейін де туындайды. Остеоартроздың себептерінің тізбесіне спорттық жарақаттар, оның ішінде мениск жарақаттары, сынықтар мен шығулар, буындардағы қабыну процестері және қосымша аурулар, метаболизмнің бұзылуы, кейбір аурулар буынішілік шөгінділерінің пайда болуына әкеледі. Буынға шамадан тыс жүктемелер, соның ішінде аяқтың ұзақ тұруы немесе ауыр салмақты көтеруге байланысты физикалық жұмыс. Аяқтың қисаюына байланысты буындарға біркелкі емес жүктеме түсуі, шамадан тыс жүктеме жерлерде артроз тезірек дамиды. Артроздың белгілері. Тізе артрозы кенеттен пайда болатын ауру емес. Ол өзі туралы алдын ала білуге мүмкіндік береді. Әрі жүру кезінде тізедегі аздап ауырсынудан басталады. Баспалдақпен көтерілу немесе түсу қажет болса, ауырсыну күшеюі мүмкін. Әдетте қозғалыстың басында тізе ауырсынады. Толық жүріп қозғалысқа икемделгеннен кейін ауырсыну жоғалады және буынға ұзақ жүктеме түскенде қайтадан оралады. Егер сіз бұл белгілерді елемей, дер кезінде дәрігерге қаралмасаңыз, ауру біртіндеп дами береді. Содан кейін өтпелі кезеңнен кейін ауырсыну үздіксіз болады. Тізеде ауырсыну тыныштықта да күшейе түседі, ісінеді. Шеміршек бұзылған кезде бүкіл буынның қозғалыштығы шектеледі. Кейбір адамдар тізе ауа райының өзгеруіне байланысты жауап беретінін байқайды. Бұл шынымен де болады. Буын капсуласындағы жүйке ұштары атмосфералық қысымның өзгеруіне сезімтал болып келгендіктен ауа райының қолайсыз кезінде буындардың ауыруы мен қақсауы болуы мүмкін. Гонартрозға келесі белгілер тән. Қозғалыс және жүру кезінде тізе ауруы. Қозғалыс амплитудасы минималды болған кезде тізе буындағы таңертеңгі қатаю сезімі. Тізе ісінуі. Қозғалыс кезінде құрақ және өрескел қытырлақ. Бұл дыбыс буын беттерінің үйкелісінен туындайды. Гонартроздың соңғы сатыларында ауырсыну тыныштықта да мазалайды. Буын деформацияланады және өз функцияларын жоғалтады. Тізе деформациясы жүрісті өзгертеді. Гонартроздың дәрежелері. Тізе артроздың дамуының 3 кезеңі бар. Аурудың бірінші дәрежесі көбіне симптомсыз, яғни ешқандай белгісіз өтеді. Бұл кезеңде тізенің деформациясы пайда болғанға дейін ауырсынусыз жүреді. Тек аяқта шаршау, шалу сезімдерімен көрінеді. Егер тізе синовитке байланысты пішінін өзгертсе, яғни буында сұйықтықтың жиналуына байланысты болса, бірақ буынішілік шеміршек зақымдалмаса, ауру әлі де бірінші сатыда болғаны. Екінші дәрежесі сүйек тіндегі прогрессивті өзгерістермен сипатталады. Сыртқы жағынан деформацияланған және үлкейтілген тізе бірінші кезеңдегідей көрінуі мүмкін.
Бұл жағдайда ауырсыну күшейеді. Қозғалу кезінде пайда болатын ауырсынуға зақымдалған тізеге крепитация қосылады. Отырып тұру мен тегіс емес жерде жүру қиынға соғады. 3-ші дәрежесі гонартроздың ең ауыр сатысы. Бұл кезеңде шеміршек тіндері дерлік қалмайды. Ауырсыну симптомы күшейеді. Тіпті сүйектер бір-біріне қажалады. Содан кейін буын толығымен қозғалыс шектеледі. Науқас адам тек балдақпен немесе таяқшамен ғана қозғалады. Бұл кезеңде дәрігерлер зақымдалған буынды толығымен аңдып протездеуді ұсынады. Гонартрозды қалай анықтауға болады? Есте сақтау керек бірінші нәрсе уақытылы диагноз қою және ерте басталған емдеу аурудың дамуын дер кезінде тоқтатуға көмектеседі. Сондықтан тізе буынындағы алғашқы ыңғайсыздықтың пайда болуы дәрігерге баруға және тексеруден өтуге жақсы себеп болып табылады. Қосымша зерттеулердің маңызы олар көбінесе гонартроздың сатысы мен аурудың ауырлығын нақтылау үшін тағайындалады. Рентгенография буын қапшығында кальций кристалдарының шөгінділері және сүйек өсінділері жағдайын бағалайды. Бірақ тізе буынын, оның қозғалыштығын және оны қолдайтын бұлшықеттердің жағдайын бағалай алмайды. Ультрадыбыстық зерттеу оның көмегімен буынды қоршап тұрған және айналасындағы жұмсақ тіндердің күйін бағалауға болады. Ультрадыбыстық зерттеу ультрадыбыстық нәтижелерді толықтырады. Осылайша дәрігер сүйек құрылымдарында ғана емес, тіндерде де өзгерістерді көре алады. МРТ рентгендік зерттеу мен ультрадыбыстық зерттеуді толықтыра түседі. Ол буынның толық құрылымын бағалап, гонартроздың сатысын нақты көрсетеді. Артроскопия бұл инвазивті зерттеу, камераның көмегімен буын қуыс ішінен тексеріледі. Камералар теріні кішкене кесу арқылы енгізіледі. Буынға енгеннен кейін буын қуысында бұзылған шеміршектің бір бөлігін алып тастауға, шеміршек тіндегі ішінара тегістеу және тағы басқа манипуляцияларды жасауға болады. Құрметті көрермендер, бүгінгі бағдарламамыз сіздерге ұнаған болса, каналға жазылып, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді сұраймыз. Дендеріңіз сау болсын.